қойдың еті пісіп қалды. Жыжық галнаш жасап жатырмын. Мынау шиыршықталған нан, қамырын сорпаға иледім. Сорпаны құйып алып, суытып, соған илеп жасадым. Бұл кәдімгі біздің еттің нанынан біршама қалыңдау, және оны бүйтіп шиыршықтайсың. Менде видеолар өте көп, қараңыздар. Бір 10 минуттай сорпаға пісіріп аламын. Майлы ет. Осы қайнап тұрған сорпаға кәдімгі нан салып жіберемін. Не ет? Кішкене ғана ет. Соның өзін қараңыздар. Мінекей, бәрін салып жібердім. Қазір қайнайды. Сорпа су алса да, енді біз бәрібір сорпа ішпейміз. Қараңыздар, бір жақ жері бұл нан жарықтық, жабыспайды ғой. Майлы сорпаға иленген нан ғой, қалың шиыршықталған, сондықтан бұл жабыспайды. Бүгін ауа райы керемет, қараңыздар. Жып-жылы болып тұр. Мына нанның бір жақсы жері жабыспайды, езілмейді. Мұны галушки дейді. Ал жалпы тағамның атауы жыжық галнаш, шешен халқының тағамы. Басында шамалы ғана етті макаронмен пісірем деп ойлағанмын. Содан жыжық галнаш жасап жіберейін дедім. Өйткені мына нанды балам өте жақсы көреді. Бұны қалай жасау туралы видео парақшамда өте көп, қараңыздар. Бәрімізге ас болсын. Видеомды қарағандарыңыз үшін рахмет.